Жердің су қабығы гидросфера деп аталады. Оған мұхит, өзен, көл, жерасты сулары және мұздықтар кіреді. Планетадағы барлық судың 97%-ын мұхиттар мен теңіздер құрайды. Олар бірігіп дүниежүзілік мұхитты қалыптастырады. Материктер арасындағы сулы кеңістіктерді мұхиттар дейміз. Олар Тынық, Атлант, Үнді және солтүстік мұзды мұхиттары. Әр мұхиттың өзіндік айрықша ерекшеліктері бар. Тынық мұхиты ең үлкен әрі терең, ал солтүстік мұзды мұхиты ең кішісі. Мұхиттарды зерттеу тарихы өте бай. Васко да Гама, Джеймс Кук, Христофор Колумб және Фернан Магеллан сияқты зерттеушілер үлкен үлес қосты. Магеллан Тынық мұхитын кесіп өткенде ауа райы тыныш болғандықтан оған Тынық деген атау берді. Ертеде тереңдікті лот арқылы өлшесе, қазір эхолот қолданылады. Бұл құрал дыбыс арқылы мұхит түбінің тереңдігін анықтайды. Адамдар мыңдаған жылдар бойы жаңа жерлер мен сауда жолдарын іздеп мұхиттарды шарлады. Бұл саяхаттар адамзат тарихында жаңа кезеңдер ашты. Мұхиттар тек бөліп қана қоймай, құрлықтарды бір-бірімен байланыстырады. Мұхиттарды зерттеу біздің планетамызды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Олардың құпиялары әлі де толық ашылған жоқ.